онкологиядан қалай шықтым, енді қалай мен түстім ол онкологиямен қалай ауырдым да. Өйткені жаңа ақшаның артынан қуалап кеттім, неше түрлі бизнесті жасадым, содан кейін өпке ренжіс болды. Естественно, там күйеуіңе деген, өйткені ол көп ақша таппайды деген сияқты ғой. И бірақ кезде уже мені сол онкология құлатты. Өйткені сен, оказывается, сол базардың системасы мынандай ғой. Ол жақта сенің медсправкаңды ешкім тексермейді, сен оны просто сатып аласың. И сенде денсаулық кете береді екен да, өйткені сен ақшаның артынан қолайсың ғой. Жеткізсем, жаңа балаларымды оқытсам депші. Вроде бы сенде жағдай бар, уже бұрынғыдай емес, нормальный жағдай, нормальный ақшаң бар, жаңа көлігің бар, үйің бар деген сияқты да. Шетін жейтін молына тамағың бар, киім бар, бәрі бар. Но оказывается, сен өзің жоқ екенсің ғой. И сөйтіп мен Шаршанов деген профессорға барам, чудо емдей алмады. И ол маған бетімді бақырайтып тұрып қойып, сондай диагноз қояды ғой. Бітті срочно операция керек, потому что уже ертең может быть поздно дейді да. Сонымен мен өте қатты дағдарыс болды. 65-ке менің гемоглобинім түсіп кеткен ғой. Давление менде 80-де 50. И сөйтіп отырған жерімнен мен ойлайсың ғой, сен келген кезде саған күйеуің поддержка береді, жаңа басына сипайды, какой-то сен сондайды күтесің да адамдардан. Но вообще анандай да, даже, знаешь, эмоция болған жоқ та ода. Как будто, ну, білмеймін енді, ол менің субъективім, но мне показалось, до того мен оған надоел болған сияқты болдым да на тот моментта, как будто ол мені ауыстырғысы келді. Маған білмеймін, солай менің ойыма вот сондай ой келді маған. Ну, егерде бұл ауырса, ауырып қалды ма, значит, өз обалың өзіңе, маған ауырғатын керек емес, значит, сенің орныңа басқа адамды да алуға болады ғой деген, ода ой болған сияқты да маған сол кезде. Содан кейін өзімнің бауырларыма рахмет, екі сіңлім шақырып алып, ең бірінші жаңа Қарағандыда емдеді, уже нетрадиционный методпен емдеді да. И содан кейін мен Ронда Бьорнның «Секрет» деген киносын қойдым. И сол жерде ол подсознаниемен қалай жұмыс жасайды, қалай прям рахмет айту керек, что сенің денің сау елгенде, сен өз-өзіңді убеждать етуің керексің ғой. Сол Ронда Бьорнның «Секрет» деген киносын мен көрдім, и прямо мен рахмет деп жаза бастадым ғой. Содан тоқтатпай мен 10 жыл жаздым ғой. И каким-то чудом мен прям бір өлейін деп жатқан жерімнен тірілдім да. Кішкентай балам ол кезде кішкентай, и ол былай шырылдап тұр да, жылап. Мама өліп қалмашы деп. Мен туалетке бара алмаймын. Стенаны бүйтіп жағалап жүрмін. Өзің ойлашы да, 65 сенде гемоглобин болса, сенде состояние қандай болу керек? Бітті ғой уже. Это бітті деген сөз да. Настолько сен өзің сыйламайсың. И сөйтіп, содан кейін мен когда уже нормально қалыпқа келдім, и мен уже іздене бастадым. Өте көп мен восточный медицинамен айналыстым. Шығыс медицинамен өте көп байланыстым. Өйткені традиционный медицина маған көмектескен жоқ. Именно со жақтан мен тірі қалғаннан кейін өте көп ізденісте болдым. Содан кейін өзімнің методикамды көп адамдарға қолданып, өте көп нәтиже шығардым. Ну, естественно, өзің медработник болғаннан кейін сен оны білесің да. И сөйтіп международный академияға түстім. Ол жақта 2 жыл офлайн оқыдым. Магистр первой категории деген мен диплом алдым. И содан кейін менде андай деятельность басталды ғой. Что халықпен жұмыс жасау, что оказывается сен өмірге просто так келген жоқсың, сенің өзің миссияң бар, осы базарда мен қалып қалам ба, мен басқа бірнекені жасауым керекпін. Что менің басқа адамдарға бір пайдам тию керек. Өйткені безоплатно мен консультация жасаймын, ана адамға просто так тегін айтам да, өйткені мен ол путьты мен өтіп қойдым. И ана адамның өмірі өзгере бастайды ғой. Мысалы мен біреуден жаңағы қарыз ақша алып, біреуге қарызға беріп, өйтіп мойнымның бәрі толып, жаңағы мынандай қарыз кезінде ілініп алған да. И солдан да даже мен шықтым. И сөйтіп адамдарға мен қаржылық сауаттылықты мен өттім Давлатовтың артынан. 2 жыл мен қуалап жүріп Давлатовтың артынан өте көп мен білім алдым да, одан қаржылық сауаттылықты алдым. И сол кезде мен уже адамдарға сондай тегін консультация жүргізе бастадым да. Қарызға батып кеттім, мен не істеймін деп келеді ғой. Мен оған уже айтам, былай істейсің, былай істейсің, былай істейсің. Четкий, конкретный уже инструкция беріп отырам да. Соны денсаулығы жоқ. А сен мынаны жаса, водно-солевой диетаны жаса. Егерде сенің дағы тоқ ішегің жүрмейтін болса, мынаны істе, давление мынандай болатын болса, мынаны істе деген методика народный беріп отырдым. И сөйтіп дамып отырдым, тұра алмадым уже ауылда. И менің санамда всегда болатын да, мен үлкен қалада үлкен аудиториямен жұмыс жасау керек деген.
санамда сондай тұрды да. Мен дамуды тоқтатқан жоқпын. Елдер қазір маған қарап ойлайды да, Айсұлу ханым осында всегда болған деп ойлайды. Наверное, өзім де солай ойладым ғой да. Но ол олай емес қой. Дәп осы состояниеға жетіп, дәп осындай болу үшін, осындай жеке бренд болу үшін маған өте көп уақыт кетті. 20 жыл уақытым кетті менің. Осы ізденісте, оқуда, жаңағы ауруды жеңіп, халықпен жұмыс жасап, жаяу кезіп, бүткіл Қазақстанды кезіп, әйел бақыты деген тренингті жүргіземін. Өйткені менде білім көп, оны беру керек. Бермесе мен ауырамда, маған уже қызық емес та, саудаң, продавецтер бар, оны жасап жатыр. Маған бірдеңкемен айналысу керек та. И сөйтіп, осыдан 4 жыл бұрын осы сүтсай ғылымына келдім. Мен когда өзімнің ұстазымды көрген кезде, Жанат Қожамжаровты көрген кезде, мен оны қабылдамадым. Өйткені ол андай семіз, қарын шығып кеткен, обычный футболкамен, тізесі шығып кеткен трикомен, мен ойладым, мынау мошенник па, немене мынау? Сонан кейін өшең ана бір мынандай ха-ха-хи-хи бір қыздар, ал енді сен анандай салада жүргеннен кейін мен үшін важно было имидж, оказывается, ол менің иллюзиям екен, имидж деген. Потому что аферисттердің бәрі имидж жасайды да, олар чырт-пырт болып киінеді, дипломат ұстайды да, сенің ақшаның бәрін алады да. Именно ұстазға, менің ұстазыма мен 1000 алғыс айтамын. Оның алдында да ұстаздар көп болды ғой. Настоящий, нағыз ұстаз ол біздің Жанат аға. Өйткені настоящий ұстаз Жанат аға да. Өйткені Жанат Қожамжаров ақиқатты ашып берді да, менің реализациямды маған берді да ол. Сен миссия алты психолог болуың керексің. Менің реализациямды ашып берді, менің тұлға ретінде мені ашалған тек қана менің ұстазым Жанат Қожамжаров. Мен 1000 алғыс айтамын да. Жалғыз ғана мен емес, мен бүткіл бала-шағамды оқыттым. Үлкен ұлымды, қызымды, кішкентай ұлым, например, да, мен сияқты қазір коуч. И қаншама адамдардың өмірі өзгеріп жатыр да, осы 4 жылдың ішінде мыңдаған адамның өмірі өзгерді. Благодаря именно осы сүтсайдың арқасына, потому что бұл жақта нақты сен адамдарға құрал берілесің. Оның туған күніне байланысты просто сен оның Құдайдан берген қабілетін бересің, и сөйтіп ол көтеріліп кетеді да. Мен емес қой оны жасап жатқанда. Мен арқылы просто мен оларға құрал берем. Да, адам бағыт берем да. Әр адамның жеке жылы бар, әр адамның жеке күні бар, жеке айы бар. Бизнесмендер, например, қалай көтеріледі. Тек қана сол бағыт бойынша да қашан жаңағы бизнесті ашу керек. Просто бұл жақта мощный конкретный инструмент бар, который адамдардың мынандай 10 жыл, 15 жыл егерде оған жететін болса, оған ол 3 айдың ішінде жете алады да. Ол 10 жыл жүрмейді ояқта. Құралды қолданды, бітті, қысқа мерзімде оның бизнесі ататта 10x сатып жатқандар бар менде. Миллиондап ақша тауып жатқандар бар. Благодаря мен да жаныларды сияқты миллиондап таппаймын ақша. Бизнесмен маған келеді, мен оған көрсетемін, бітті, оның бизнесі атады ғой. До того бар ғой, рахат екен да сол. Потому что сен басқа адамдардың жетістікке жетуге сен себепші болып отырсың, нағыз бақыт состояние счастья деген сол екен акасы. И сен просто так өмір сүріп жатқан жоқсың. Сен біреу үшін жасап жатырсың да. Вот востребованность қашан келеді адамға? Когда сен біреу үшін жасаған кезінде, сен ұмытып кетесің, сенің жаңағы немерелерің бар екен. Моментте сен да. Сен просто простой бабушка емессің, апа емессің, сен әже емессің, үйде отырған. Сенің бала-шағаң бар, мама оларға керек әр кезде. Мен 40 жасар балам айтады, мама сен қашан келесің деп. Қызым уже 36, ол айтады, мама сен қайқа кетіп баратсың деп та. Мама акасы керек екен. Но мен халыққа керекпін, ең бірінші мен халыққа керек екенмін. Мыңдаған, миллиондаған адамға керек екенмін. Мен соны түсіндім. И сол кезде менде үлкен алпауыт күш, үлкен энергия пайда болады да. Халыққа беретінмін болған кезде да. И мен бүгінгі таңда мен өте бақытты анамын, бақытты әйелмін, бақытты мамамын. Неге? Өйткені мен ақиқатқа келдім. Мен маскамды шештім. Спокойно отырам да, пиджаксыз, маникюрсыз, например, да. А бұрын мен акаса тоже маскамен жүрген екен. Каблуксыз, кроссовкамен жүре берем. Рахат өмір емес па? Как хочу, солай күлем, например, да. Еркіндік, менде привязанность деген жоқ. Жаңа материалдық әлемге қатып қалу. Анау мен туралы не айтады деген менде қорқыныш жоқ та. Өйткені мен білем қайқа бара жатқанымды. Самый главный состояние сол да. И мен өзімнің мына ютубтағы оқырмандарыма, инстаграмдағы, тиктоктағы оқырмандарыма дәп осындай состояниені просто адамдарға не дейді, тілеймін да, сондай состояниені. Әрқайсысы жететін мүмкіндіктері бар. Тек қана ол өзінің кім екенін білу керек та, болды.